Басқа да автомобиль өндірісімен айналысатын фирмалар сияқты Тойотаның да тарихы көлік құралдарын шығарудан басталған жоқ. Брендтің тарихы инженер, өнертабысшы, сонымен қатар бизнесмен Сакичи Тойоданың Toyota Enterprise компаниясын құрған уақытынан, яғни 19 ғасырдан бастау алып жатыр. Дегенмен замандастары екінші Томас Эдисон және жапон өнертабысшыларының патшасы деп атап кеткен адамды жай ғана инженер немесе жай ғана өнертабысшы деу, оны менсінбеу болмақ. Сакичи 1867 жылы ақпанның 14 күніге де ағаш ұстасының отбасында дүние есігін ашты. Ол кезде Жапония модернизацияның ауыртпалы дәуірін бастан өткеріп жатқан еді. Ал Шизуока провинциясындағы шағын ғана кедей ауылда тұрған Сакичи ауыл тұрғындарының қиын өмірін өз көзімен көріп өсті. Былайша айтқанда, анасының бейнеті көп, кәсібі жас жігітті үлкен істерге, нақтырақ айтсақ, мықты конструкциялы тоқыма станогын жасап шығуға талпындырды. Кейіндері бұл құрал Toyota әулетінің қаржылық әл-ауқатын артыруға себеп болды. Сакичи өз станоктарының және басқа да қосымша тоқыма механизмдерінің құрылымын үнемі жетілдіріп отырды. Ақыр соңында жапондық Эдисонның әзірлемелеріне сол кездегі әлемнің ең ірі тоқыма мануфактурасы, Ұлыбританиялық Platt Brothers фирмасы қызығушылық танытты. Ағылшындар станокқа берілген патенттік құқықты сатып алуды ұйғарады. Ал Сакичи Тойоданың ұлы Кичиді сәйкесті шарттамаға қол қою және басқа құжаттарды рәсімдеу үшін ақш арқылы Англияға сапар шекті. Соғыс алдындағы 1930 жылдар еді. Ал Жапония индустриалдық елден гөрі аграрлық ел болатын. Алайда өр мақсатты мен пысықтығы бар Кичиро бұл жағдайды өзгертуге ден қойды. Ол да 20 ғасырдың алғашқы жартысында өмір сүрген көптеген жастардай автомобиль десе ішкен асын жерге қоятын. Сондықтан кіші Toyota дамыған елдердің автомобиль өндірісін өз көзімен көру мүмкіндігін барынша пайдаланып қалуға тырысты. Шетелді аралап қайтып келген Кичиро әулетінің дәулетін асырған тоқыма станоктарын мүлдем ойыннан астады. Енді оның санасын автомобиль жаулап алды. Ең әуелі жаңа бастаманың жөнді болатынына әкесін көндіру қажет болды. Орайы келіп, Сачиди Toyota Жапония үшін жаңа бизнес саналған салда бағын сынап көруін мақұлдады. Сөйтіп, әкесінің концернінің қолдауына ие болған Кичиро жаңа шаруаға ерекше құлшынып кірісіп кетті. Бірінші Toyotаның A1 индексі берілген 4 есікті седанның прототипін 1936 жылы жасап құрай бастап, жарты жылдан соң машина дайын болды. Бұрын көлік өндірісіне қатысы болмаған фирма үшін бұл өте аз мерзім дегенмен. Бұндай жылдамдықты A1-дің көп жерін америкалық брендтерден көріп алған стандартты шешімдерден қарап жасалғанымен түсіндіруге болады. Шассидің конструкциясын, сондай-ақ беріліс қорабы 3,4 литрлік 6 цилиндрлі моторды да Chevrolet'тен көшіріп алды. Ал шанақ Crystal iFlow-дің кішірейтілген нұсқасындай көрінетін. Таңқаларлық ештеңе жоқ. 30 жылдар межесі бойынша ең озық аэродинамикалық седанды Кичиро ыждахатты жапон инженерлері әр бұрандасына дейін бөлшектеп, қалай істейтінін біліп алу үшін штаттардан арнайы алдырған еді. Оның үстіне Airflow-дің сыртқы көрінісі заманауи болып, жапондар ештеңені өзгертпеуді ұйғарды. Кішірейтілген масштабынан басқа жалғыз өзгешелік фаралар ғана болды. Америкалық машинада олар алдыңғы қанатпен біріктірілген болатын. Жапондық көшірмесінде оптика бұрынғыша қанаттың үстіне орнатылды. Құрастырылған A1 прототипінің ұзын саны 3 ғана болып, олардың бірін тіпті Будда салттарына сай бата беріп, жолын ашты. Кичиро жаңа көлігімен алғашқы сапарын біраз уақыт бұрын қайтыс болып кеткен әкесінің бейітіне жасағанының символикалық мәні бар. Ал бір жыл өткен соң оған барабар дерлік А моделі сериялық түрде шығарыла бастады. Өндіріс Корома деп аталатын жерде салынған су жаңа зауытта басталды. Бірінші
Тойоталық зауыт салынған елді мекен мен оның төңірегін қазір Тойота Сити деп атайды. Бастапқыда автомобильдер Тойота деген атау беріліп сатылып жатты. Бірақ ол атау Кичироның көңілінен шыға қоймады. Ол өзінің тегінен ұялған емес. Алайда Тойотаны жапон тілінен сөз тәржімаласа шұрайлы, күш алқабы дегенді білдіреді. Аграрлық атау брендтің жаңа өніміне сай келе қоймады да, Кичиро жаңа атауға байқау жариялады. 20 мыңнан аса ұсынысты қарап шыққан әулет бүгінгі таңда баршаға таныс Тойота нұсқасын таңдап алды. Бұл атауда айқын көрініп тұрған ата тегімен сабақтастық бар. Шұрайлы алқаппен байланыс жоқ. Сондай-ақ сөздің өзі есте тез сақталып қалады және дүние жүзіндегі әртүрлі тілдерде жақсы айтылады. Toyota Motor Corporation ресми түрде 1937 жылғы тамыздың 28 күні уақытша Toyota Enterprise құрамындағы еншілес компания ретінде тіркелді. Ал фирманың алғашқы зауытындағы өндіріс сол жылы қараша айында басталды. Осы салтанатты сәтті жапон брендінің туған күні деп білсек болады. Дей тұрғанмен екінші дүниежүзілік соғысқа дейін Тойотаның көлік өндірісі қанат жайып кете алмады. 1943 жылға дейін компания небары 1404 дана сериялық седан және соның негізінде жасалған 353 дана АБ модельді кабриолетін шығарды. Бұған Toyota серия А моделінің аздап өзгертілген моторы күштірек 115 дана Toyota As седанын қосқан күннің өзінде өндіріс ауқымы көңілден шыға қоймайды. Бірақ әлемді қанды жанжал жылдарында Toyota фабрикалық қуаты негізінен әскери қажеттіліктерді өтеп отырғанын естен шығармайық. Карамадағы кәсіпорында әскери жүк көліктері мен амфибиялар, жол талғамайтын барлауға арналған жеңіл көліктер, әскери ұшақтардың компоненттері шығарылды. Toyota Motor Corporation жолы болып, әскери қимылдар нәтижесінде зауытқа еш нұқсан келмеді. Дегенмен, компанияның 1945 жылғы күздегі жағдайы мәз емес еді. Бірақ айырылып қалуға еттері үйреніп кеткен жапондықтар мойыған жоқ. Зауыт қызметкерлері іргелес жатқан аумақтарға дәнді дақылдарды өсіруді үйреніп алды. Әскери өнімдерді тез арада бейбіт өмір қажеттіліктеріне бейімдеді. Бір кездері Toyota Motor Corporation цехтарында ұшақтарды құрастыратын бөлшектерден қазандар мен құрал саймандарды да жасады. Міне конверсияның жапондық нұсқасы. Солай бола тұра Кичиро Toyota негізгі бизнес бағытынан, яғни өзінің автомобильдерін шығарудан айныған жоқ. Бұған қоса 1945 жылғы қазан айында, яғни Жапонияның капитуляциясынан бір ай өткен кезде, Toyota инженерлері жаңа модельдің сызбаларына кірісті. Соғыстан кейінгі қиын жағдайды ескерсек, әңгіме барынша жұпыны, қарапайым және арзанқол көлік жайында болатыны түсінікті. Соғыстан кейін шыққан бірінші Toyota 4 цилиндрлі 1 литрлік моторы бар C2 есікті седаны, Beetle деген атпен көбірек танымал Volkswagen Type моделіне сырттай қатты ұқсап. Сыртқы көрінісі ғана емес, жапон автомобилінде бірінші рет қолданылған жонарқалы рамаданда ол көлікпен туыстық байланысы көрініп тұрды. Осылай болса да, Toyopet, яғни Toyota балақай деген ерке атаққа ие болған Toyotas моделін жапондардың дербес туындысы деуге болады. Бұны модельдің моторы артына орнатылмай, классикалық түрде орналасуынан ақ білуге болады. Аз сериялы Са 1947 жылы қазанда шығарыла бастады. Ал Toyopet компанияның бірнеше сериялық модельдерінің негізі болып қана қоймай, жапондар үшін автомобиль нарығының сапалы жағына шығу үшін ашылған есік болатын. Бұл кезге дейін жергілікті басқа да автоөндірушілер сияқты Toyota көлемі өте шектеулі және ақшасы аз жергілікті нарыққа иек артуға мәжбүр болып келді. Басқа амалы жоқта еді. Өткен ғасырдың 53 жылдары қарсаңында күншығыс елінен тыс жерлерде жапон автомобилі деген сөз тіркесі, хоккейден Бразилия құрамасы деген сөздей күлкілі естілетін дегенмен. Жағдайдың жақсаруының әлдеқайда жақсаруының
ауылы көрініп те қалған еді. Қазіргі күндері жапондық автомобильді сапалы өнім ұғымының синонимі ретінде қолдануға болады. Бірақ әрқашан бұлай бола берген жоқ. Toyota сол кездері жаппай сапа мен өндіріс тиімділігін арттыру шараларын бастады. Карамада зауытты салу кезінде Кейширо Toyota көлікті құрастыруға қажетті автокомпоненттерді қоймаларға апармастан тура конвейерге жеткізіп отыратын Just in Time қолдануды жоспарлаған болатын. Бірақ 30-шы жылдары бұл ойлағаны іске аспады. Салыстырмалы түрде аз көлемді өндіріс айрықша инновацияларды қажет етпеді. Алайда, соғыстан кейін машина шығару көлемі артқан кезде Just in Time әдістемесі қайта жаңғыртылды. Әлбетте, Toyota бұрын болмаған нәрсені ойлап тапқан жоқ. Құрамдас бөлшектерді құрастыру орнына жеткізіп тұру 10-20-шы жылдарақ Fordтың зауыттарында қолданылды. Алайда жапондар бұл қарапайым үдерісті жетілдіріп шыңына жеткізді. Бұл ілеспе шығындарды азайту мен өндіріс тиімділігін арттыру саясатындағы алғашқы қадам ғана болатын. Келесі брендтің тоқымалық өткен шағынан алынған қарапайым, бірақ өте ұтымды тәсіл болды. 50-ші жылдардың басында Карамадағы зауыттың автомобильдерді түпкілікті құрастырып шығу цехының басшысы Тайчи Оно компанияның жүн иіру машиналарының тағы бір ерекшелігін есіне түсірді. Жіп үзіліп кетсе, олар өздігінен тоқтап қалатын. Бұл ақаулы матаның көлемін едәуір азайтуға мүмкіндік беретін. Әрине, автомобиль құрастырылатын конвейер тоқыма станок емес. Ол кезде конвейер ішінара ғана автоматтандырылған болатын және қол еңбегі барынша қолданылатын. Алайда Тайчи тоқыма саласының ерекшелігін автоөндірісте қолданудың амалын тапты. Ұсынған жапон тілінен аударғанда адами жүзді автоматика дегенге саятын Джидока қағидаты зауыттың әрбір жұмысшысының асқан жауапкершілігін білдіреді. Егер жұмысшы ақаулы детальді немесе дұрыс орнатылмаған компонентті байқап қалса, ол андон деп аталып кеткен арнайы бауды тартып қалып, конвейерлік лентаны тоқтата алатын. Тіпті ол осылай істеуге міндетті болатын. Осылайша ақау өндірістің бастапқы кезеңінде анықталып, оны жоюға уақыт және қаражат шығыны мейлінше аз кететін. Just in Time жұмыс қағидатын алыңызда, оны Джидокамен араластырыңыз. Бұған Toyotаның айрықша белгісіне айналған фирма қызметкерлерінің өндірісті ұдайы жетілдіріп және оңтайландырып отыру жөніндегі ұсыныстарын қосыңыз. Сонда барып, сіз бұл маркалы автомобильдердің сапасының тез арада еселеп артқанын, жапон сапасы сөзінің бұйымдалу үшін жеткілікті сипаттама болып кеткенін түсінесіз. Әйгілі Toyotалық сапа жаңадан қалыптасу барысында болған кездің өзінде жапондар әлемдік автоөндіріс лидерлерін қуып жету, мүмкін болса басып озу үшін шетел нарықтарын игеру қажет екенін түсінді. Бейнелі түрде айтсақ, жапондар жүзіп үйрену үшін бақа жүрген көлшікте емес ашық теңізде үйрену керек деп ұйғарды. Батыл қадам ба? Иә, қауіпті ме? Олсыз болмайды. Есесіне, табысқа жетсе, нәтижеде керемет болар еді. 1957 жылы Toyota Жапонияның автомобиль шығаратын компаниялар ішінде алғашқы болып, ақш-та өзінің филиалын ұйымдастыруды ұйғарды. Қыркүйек айында жергілікті нарықты зерттеп білу үшін 3 менеджерден құралған барлаушы топ Лос-Анджелеске ат басын тіреді. Бары жоғы 2 ай өткенде, қазанның 31 күні Toyota Motor Sales компаниясы құрылды. Экспортқа алғашқы болып кроп седаны мен Land Cruiser жол талғамайтын көлігі ұсынылды. Жапон көліктеріне америкалықтардың ынтасы ауа қалды деуге болмайды. Мүлдем керісінше болды. Алғашқы толық сатылым жылының қорытындысы бойынша барлығы 288 машина сатылды. Жапониялық автомобильдер дизайнымен де, динамикасымен де, абырой мәртебесімен де америкалықтардың көңілінен шыға қойған жоқ. Оның үстіне америкалықтардың көпшілігінің ойында күншығыс елі әлі де екінші дүниежүзілік соғысты бастаған агрессор болатын. Ең қызықтысы сол,
Toyota 53 жылдардың соңындағы нарық трендтеріне сай болуға тырысып көргенде жоқ. Керісінше, әкі аңшыдай бұғынып жатып, өзінің қолайлы сәтін күтті. Әуелі штаттарда еш ойламаған тұстан нарықта өте қолапайсыз әрі жанармайды сіміре беретін мастодонт автомобильдер үстемдік құрған детройттық барокко дәуірі аяқталды. Осылай сенімді және күй талғамайтын Тойоталар алғашқы мүмкіндікке ие болды. Алайда нағыз серпіліс 70-ші жылдары жанармай дағдарысы ақшыға автомобильдік құндылықтар шкаласын күрт өзгертіп жіберген кезде орын алды. Көліктің үнемділігі, сенімділігі және арзан бағасы тұтынушы үшін бірінші орынға шықты да, Детройт зауыттары жаңа трендке икемделе алмай жатқанда, сатып алушылар Тойотаның баяғыдан бері үнемді, қымбат емес, ең бастысы өте сенімді модельдерді ұсынып келе жатқанын біліп таңғалысты. 1966 жылдың өзінде жаңа Корона седаны Америка нарығында жылына 10 мың данадан артық сатылған бірінші модель болды. Ал 1972 жылға қарай брендтің Америкадағы жалпы сатылымы миллиондық межеге жетті. Тағы 3 жыл өткенде Toyota Америкадағы ең көп сатылатын импорттық брендтер ішінде Volkswagen'ді ығыстырып, бірінші орынға шықты. Жапондарды енді тоқтату мүмкін болмады. Осыдан кейінгі Европаға, Оңтүстік Америкаға, Австралияға, кейіндеп посткеңестік елдерге жасалған экспансия, жаңа құрастыру кәсіпорындары, су жаңа люкс бренд Lexus'тың пайда болуы, осының бәрі қосылып келіп Toyota 2013 жылы жеңіп алған әлемнің ең ірі автоөндірушісі атағын алды. Осы күнге дейінде бірталай мәртебелерге ие болды. Жапон брендінің тарихы қыруар еңбек, сан алуан тәжірибе мен зерттеуге толы. Соның арқасында нанғысыз жетістікке ие болып отыр. Енді Toyota ертең бір күндері қандай белестерді бағындыратынын елесте беріңіз.